ғылым жолына түсуіміз керек. Біз оқуға түскеннен шамалдан кейін шәкіртақы беру тоқтады. Бір үзіп арасында беріп жүрді. Қанша болған? 12 теңге болды, 15 теңге болды. Кез келген салалар болсын, қайсысына барсаң да жақсы маман тапшы. Армысыз көрермен, бізде бүгін жүзу түлектері деген жаңа подкастымызды бастап жатырмыз. Бұл Жезқазған университеті жайында және оның түлектері бойынша. Алғашқы шығарылым біздің тұңғыш қонағымыз бұл Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаты Сатыбалдин Ерболат Жалғасбайұлы. Аға, біздің эфирге қош келдіңіз. Сізбен осы подкастты бастап отырмыз. Рахмет үлкен шақырғандарыңызға. Өзім бітіріп кеткен бір кездері университетке келіп бүгін осы жердегі өздеріміз аудиторияларымызды аралап көріп бір жақсы балалық студенттік шаққа бір саяхат жасап қалдық. Рахмет үлкен. Жақсы. Енді алғашқы сұрақ, қандай мамандықта және қашан оқыдыңыз? Мен негізі түскен кезде Жезқазған Тау-кен технология институтына түсіп 1992 жылы инженер-механикалық факультет өндірістік және азаматтық құрылыс мамандығы бойынша оқуға түсіп 1997 жылы Жезқазған университетін сол мамандық бойынша тамамдадым. Ол сіздерде 92 жылы түскен кезде Совет одағы ыдырап, енді ғана Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алған уақытында сол кездегі студенттер өмір басқаша болды ма? Қазіргі егемендіктің 30 жыл есеріп тастағаннан кейін. Ол енді әлі сол кеңестік түсінік, кеңестік дүниетаным, өмірді қабылдаудың бәрі сол инерциямен жүріп келе жатқан уақыт қой. Енді жаңа Қазақстан 91 жылы Қазақстан өз тәуелсіздігін алды, желтоқсан айында. Біз 92 жылы мамыр айында мектепті бітірдік. Соның оқу орнына келіп түстік. Сол Жезқазған Тау-кен технология институты соның алдында ғана құрылған. Енді қазір нақты қай жылы құрылған есімде жоқ. Бұрын ол Қарағанды политехникалық институтының Жезқазған филиалы болып аталған. Өйткені осы жердегі үлкен өндіріс орны Қазағымыздың қасында, сол үлкен өндіріспен бірге оқу орны екеуі бірге бір-біріне қатысты осындай мамандарды дайындайтын. Сосын бұл өз бетімен Жезқазған технологиялық институты болған кезде біз 92 жылы келіп түстік. Енді жаңа Қазақстанның тәуелсіздігін алды, осы мемлекетті құрамыз деген сондай қазақ тілі деген мәселелер ол кезде өте көп көтерілетін. Осындай ұрандар, бәріміз өз тілімізде сөйлеуіміз керек, ана тілі деген мәселелер. Жалпы мемлекеттен қалай дамиды, экономикасы қалай болады деген сұрақтарды біз ол кезде қатты толғандырған жоқ, бірақ кейін сол өмір барысында біз осы мәселелердің бәрімен сол кезде қоян қолтық араластық. Енді мысалы беретін шәкіртақы дегендерді тоқтатып уақытында бермей, ол шәкіртақы құнсызданып атты. Кейін теңгенің келуі, жаңа орыстың рубльінің ауысуы, осылардың бәрі біз оқып жүрген уақыттарда бір өте материалдық жағынан сондай біз қиыншылықтарға тап болдық. Бірақ ол біздің алға өмірге деген құлшынысымызды, оқуға деген жаңа ынтамызды сол ешқандай жойған жоқ. Студент болып жүрген кездерде енді сол мынау коммерциямен айналысып үлкен осы алып сатумен айналысқан жігіттер болды. Сол кезде вагон Валс деген бір фирма болған. Сол жерде вагон сол кісілерге продукты келетін, қант келетін, содан кейін жаңағы мучные изделия дейді ғой, солар келіп соларды барып түсіретінбіз. Ол барып түсіруге де оның өзіне былайша айтқанда бір блат керек болатын. Коммерсанттардың дәуірі дейсіз ғой. Иә, солардан түсіріп, тиын тебен алып, сонымен күн көріп, ойнап күліп жүріп, сол оқуды бітіріп, кейін Қазағымызға жұмысқа тұрдық та, сонымен өмір басталып кетті. Осы сіздің жаңа құрылыс мамандығыңыз бойынша кім немесе не себеп болды мамандық таңдауда? Біз ол кезде Жезді ауданы болатын. Жезді ауданының Жетіоңыр деген совхозында сол жерде мен 11 жылдықты бітірдім. Сол оқуды бітіретін кезде ол кезде сол жаңағы совхоздың басшылығы өздеріне керек мамандыққа целевое направление деп аталады. Сондай қолыңа сондай қағаз беретін. Сол бізге құрылыс жоғарғы оқу орнын бітірген құрылыс маманы керек деп маған сол қолыма сол направление тиді. Жолдама ғой енді. Бағыттаған жолдама дейді, целевое направление. Сол жолдаманы әкеп университетке тапсырдық. Тапсырғаннан ол да сол жаңа кеңес уақытындағы өзі оқу орны мен жаңа шаруашылықтардың арасындағы байланыс қой, сол ары қарай жалғасқан. Сол жолдаманы әкеп тапсырдым. Содан кейін жаңа университетке түсуге 4 экзамен болды, вступительный. Сол 4 экзамен тапсырдым. Мектепті жақсы бітіргем, жақсы бағаға тапсырып шықтым да, кейін оқуға қабылданған туралы бұйрық шықты. Сол бұйрықпен сосын қыркүйекте келіп оқуды жалғастырдық. Емтихан тапсыру қиын болды ма өзіңізге? Мен үшін қиын болған жоқ, өйткені айттым, мектепті жақсы бітірдім. Жалпы ол кездегі оқудың деңгейлері қалай болғанда да, қай жерде болсын, Совет үкіметінің оқу системасы бұл кәдімгідей негіздемелі түрде балалар жақсы оқытатын. Біз енді
сол тапсырған сабақтарыма ешқандай қиналған жоқ, мойнымда болған жоқ. Сол тапсырдық, оқуға түстік, сосын ары қарай оқып кеттік қой. Қазір 4 жыл оқиды университетті, бакалавриатты. Сіз 5 жыл оқыдыңыз. Біз 5 жыл оқыдық, иә. Сол студенттік өміріңіз өзіңізге ұнады ма? Иә, студенттік өмірде неше түрлі қызықтар болады, бірақ біздің студенттік өмірімізде жаңа ести қалғанымыздан өмір бақи қалтамыз ақша болмайды. Сол Стипендия жетпейді. стипендия дегенді, шәкіртақы деген құны түсініксіз болып кетті ғой. Бас кезінде, содан кейін біз оқуға түскеннен кейін шамалдан кейін шәкіртақы беру тоқтады. Бір үзіп арасында беріп жүрді. Одан кейін оның жаңағы несі ауысып кетті. Құны теңгеге ауысқаннан кейін қазір толық есімде де жоқ, қанша болған? 12 теңге болды, 15 теңге болды. Сондай бірдеме болған әйтеуір шәкіртақы. 12 теңге стипендия. Иә, оның өзі қазір сосын кейін солай өттік. Шәкіртақы қай уақытта болса да шәкіртақы студентке жетпейді ғой, қай заманда болсын. Қазір педагог мамандықтарда оқитын стипендия 75 мың теңге. Қарапайым стипендия 45 мың теңге. Былай айтқан кезде нормально сияқты, мен ойымша. Ол кезде сондай болған енді. Сіз студенттік кезде белсенді болдыңыз ба студенттік өмірде? Концерттерге қатысып, шараларға? Иә, мен енді домбырада жақсы ойнайтынмын. Сол университеттің сондай белсенділердің өзінің бір студенттік ортаның қайнап ататын ортасы ғой. Сол әртүрлі өткізілетін жаңа дебаттарға, конкурстарға қатысып жүретінбіз. Біз енді қазақ тілі студенттер болдық, қазақ тілі мамандығын таңдаған. Ол кезде бірақ шаралар көбінесе орыс тілінде жүргізілетін. Студенттің маңайында, осының облыстың маңайында. Сол ең үлкен жетістігім жеткен 1996 жылы, онда Жезқазған облысы, Жезқазған облысының деңгейінде Жігіт Сұлтаны байқауы өткен. Ол кезде Жігіт Сұлтаны қыз сыны деген байқаулар жаңағы өтіп тұратын. Сонда облыстық дәрежедегі сол Жігіт Сұлтаны байқауынан 3-ші орын алдым. Сол университеттің атынан қатыстым. Бірінші университетте өтті ғой деймін, содан кейін барып Жезқазған қаласының атынан сол қатысып облыстан 3-ші орын алып келдім. Сонда әкім қабылдаған есімде. Әкімшілік қазіргі мына ненің Сарыарқаның артында, ол кезде орбита кинотеатры еді ғой. Соның артындағы сол ғимараттың әкім 2-ші этажда отырады екен. Ол кезде қаланың әкімі марқұм Ибадилдин Жұмамәді Ибадилдалы. Сол кісі жеке қабылдады. Сосын орынбасар болған бір әйел кісі, атын ұмыттым. Содан кейін сол кісілермен ол үлкен жетістік қой. Иә, әкім қабылдап, сосын құттықтап, енді бір қолыма мақтау қағазыма бірдеме берді ғой деймін. Он жақ енді толық есім жоқ, бірақ әйтеуір сол есімде қапты. Әкім қабылдауында болғанмын сонда. Енді сіз университет 5 жыл оқып бітіргеннен кейін университеттегі алған біліміңізге қанағаттанасыз ба? Қанағаттанамын. Бізде ол кезде кез келген мамандықты оқытқанда досконально негіздемелі түрде оқытатын еді ғой. Сосын өзі политехникалық институтта оқу деген белгілі бір түрде дәреже болатын біздің уақытымызда, өйткені біз өндірістік қала, одан кейін жаңағы ары қарай өсуге мүмкіншілік бар, карьерлік өсуге. Содан кейін оқытатын мұғалімдердің де сапасы жақсы, мамандардың, өйткені ана оқып жүріп өндірісте практикалардан өтіп жігіттер шыңдала беретін. Одан кейін бір жағынан жаңағы өндірістік құрылыста оқу, бұл ең чертежі көп мамандық болып есептеледі. Ол кезде чертежлердің бәрі қазіргідей программалар емес, қолмен сызылады. Содан кейін дайындалған кезде, мысалы үшін бір ғимараттың проектісін жасап, соны сызып шығу үшін солардың бәрін ізденесің, кітаптар іздейсің, солардың бәріне дайындаласың. Кейін өмірде кез келген процестерге дайындық барысында негіздемелі түрде дайындалуға барлық сұрақтар болған кезде жан-жақты қарауға осы университеттегі сол алған білім көмегін тигізді. Сіз құрылыс мамандығы бітіргеннен кейін сіздің дипломдық жұмысыңыз чертежбен ватмандағы тубус толған қағаз сөйтіп қорғаған шығарсыз, иә? 18 лист болған дипломдық жұмысым. 18 ватман. Соған рецензия алу керек дейсіз ғой? Иә, оның бәрін енді сол дипломдық жұмыстарда жүріп өттік қой. 18 ватман дипломдық жұмысым болды. Дипломдық жұмысымды түркке қорғап шықтым. Қазір барлығын электронды тапсыруға болады. Керемет. Заман өзгерді. Заман өзгерді. Сіз қай курста ең қиын болды оқуға? 5 жылдың ішінде. Бәлен курста қиын болды деп айта алмаймын. Кәдімгідей ел қатарлы оқып шықтық. Сондай бір керемет оқу барысында, оқу процесінде керемет қиыншылықтарға кездесіп, осындай бір тығырыққа тірелген ондай уақыттарым болған емес. Андай не болған жоқ па? Болады ғой енді. Ер азаматсыз перваш деп шамалы үлкен курстар тиісіп деген ондай нелер. Олардың бәрі болды ғой. Олардың бізден заңдылық ретінде қабылданатын. Еркекпен еркектің жігітше сөйлес дегендер болады ғой. Перваш болған кезде, келген кезде ол әлгі бір тексеруден өтесің, жаңағыдай ол меніңше қалып процесс болып есептеледі. Өмірлік ерлердің жолы дейсіз ғой. Иә, ол жолмен елдің бәрі кездеседі, жүріп өтеді. Оны жүріп өттік қой. Бізде де сол таңғаламын, қазір бір курстың балаларын балмұздақ дейді екен. Бізде бұрын оны перваш дейтін.
қай пән немесе қандай оқытушы сізге есте қалды? Темірбеков Қажымқан Сейітбекұлы деген кісі болған, архитектурадан сабақ берді бізге. Одан кейін де тағы бір мамандықтан сабақ берген. Өте принципшіл, ол кезде жас жігіт, бізден сол 5-6 жасқан үлкен шығар. Енді келген мұғалім ғой, оқу бітіріп. Өте принципшіл жігіт, өте талапшыл. Өмірге деген жалпы көзқарасымызды адал болуды үйретті. Бір жағынан жас болғаннан кейін ба сол кісіге көп қарап, жаңағы бой түзейтін ек. Жалпы адамгершілігі. Сол кісі енді қатты есімде қалыпты. Архитектура деген бір жағынан негізгі мамандық болып есептеледі ғой. Кәсіби сабақтары. Сол архитектураны сүйіп, кәдімгідей бір жағынан қызық сабақ қой. Оны өте жақсы оқыдық. Ол кісімен де кейіндері бір уақыттарда осы жезқазғанда тұрады, кездесіп жүрдім, бірақ оқытушылық мамандығын тастап басқа салаға ауысып кеткен екен. Негізі оқытушы болып жүре берген кезде көп жетістікке жетуі мүмкін еді деп ойлаймын, бірақ енді материалдық жағдай деген бар ғой, оқытушылардың да жағдайлары бір уақыттарда өте төмен болды, сол кездерде басқа мамандыққа ауысқанға ұқсайды. Ол кісінің ішкі табиғаты педагог болған ғой, иә? Соның жаратылысы соған жақын болып тұр. Негізгі адалдығы, өте сол принципшілдігі, сосын адамға жанашырлығы, сол енді қатты бір есімде қалыпты. Сіз группаңызда неше студент болып оқыдыңыздар? Біз 13 қазақ тобында 13 бала бітірдік. Түскен кездегісі енді есімде жоқ. Түскеннен кейін, шамалдан кейін былай сүзгіден өте береді ғой. Бірінші семестрда уже оқуын дұрыс таңдамағандар кетеді, одан кейін 1-2 жылдан кейін кетеді. Енді 3-ші курста жеткеннен кейін барып сапаланады да, содан кейін ары қарай сол 13 бала оқып бітірдік. Кейін ауысып келгендер болды, басқа курстардан орнынан қалып біздің курсқа келгендер болды. Бітіргенде 13 бала бітірдік. Түскен кездегісі нақты есімде жоқ. Осы айтып жатады, студенттік өмірде пайда болған достар, олар жақсы, мықты, мәңгілік дегендей. Сол бар ма достарыңыз? Сол рас. Менің бір енді досым бар, біз екеуміз мектепті бірге бітірдік. Сосын университетте 5 жыл бірге оқыдық. Осы күнге дейін араласамыз. Өте жақсы, жақын өмірлік дос болды. 40 жылдан көлемінде доспыз. Басқа да группаластарыммен қазір WhatsApp группамыз бар, араласып тұрамыз. Қазақстанның жан-жағына тараған. Жалпы қуаныштарда, тойларда, мерекелерде хабарласып тұрамыз. Жаңағы досыммен, осы кейін ол да Қазағымызда істейді, бірге істедік, көрші тұрдық, қазір де көршіміз. Сол жігітпен жақсы араласамыз, өмірлік дос болды. Өмірлік дос қалып қойды. Қалыптасты. Жақсы. Университет сізге не берді, немесе не бере алмады? Дағды ма, қосымша білім ба? Университет бәлен бере алмады деп айта алмаймын. Өйткені жалпы мемлекеттің білім беру системасы ол базовый білім береді ғой. Ары қарай сосын ізденіп, білімін тереңдетем, басқа бір ғылыммен шұғылданамын, ол кезде адам өзі ары қарай іздену керек. Мен енді ғылыммен шұғылдануға онда ешқандай бір ынтам болған жоқ. Сол университет берген мамандықты алып, сонымен жұмыс істедік. Сол арқылы ары қарай шыңдалып кеттік. Енді не берді дегенге келсек, жалпы білім системасы, кеңестік білім системасы бұл баланы жас кезінен топтап тәрбиелейді. Белгілі бір мамандықтарға қарай икемдеп, сол арқылы сол өмір бақи сен мектепті бітірдің, мектептен жоғары класстарға бара берген кезде бір іріктеу болады да, сол кезде оқу үлгерімі нашар, мінездемелерінде бір олқылықтығы бар балаларды алып, ол кезде профтехучилище дегендер бар. Сол мектептерде колледжден төмен, колледжде техникумдар болды ғой, колледжден деңгейінде. Одан төмен училищелер болған, соларды оқытады да. 11 жылдықты бітіргенде олар сол деңгейде мамандық алып шығады, қарапайым жұмыскердің мамандығымен. Сонымен олар сояққа жібереді. Кейін оқу бітірген кезде тағы сөйтіп іріктеп, сенің алдыңдағы енді кім болатыныңды жоспарлап қояды. Бұл жоспарлы экономика ғой, мысалы, елге бәленбай инженер керек, бәленбай дәрігер керек, бәленбай мұғалім керек деген. Біз сол бағытпен кеттік те, кейін балаларымызға да міндетті түрде бір жоғарғы оқу орнының дипломын алып беру керек сияқты болып, осындай болып көрініп, қаншама балалар қазір қажеті жоқ, өздері көңілдеріне жақпаған, жүректері қаламаған мамандықтарды оқып бітіріп алады, әйтеуір диплом бар ғой деген. Бізде не көп қазір, юрист көп, не көп, экономист көп, не көп, финансист көп, осындай мамандықтардың көбісін игеріп алған. Одан кейін онымен жұмыс істей алмайды, көңілі жатпағаннан кейін дұрыс мамандықты ала алмайды. Сол жерде мамандық беретін оқу орнының деңгейі де төмен болуы мүмкін. Жалпы меніңше осы бір қалыптасқан үрдіс дұрыс емес па деп бір ойлаймын. Баланың өзі не нәрсеге ыңғайлы? Ең бірінші жас кезінде мүмкін кішкентай ғана бір мамандық, жай ғана қарапайым, етік тігу болсын, ол кішкентай бір электрик болсын, басқа бір нәрселер жасау болсын, сондай нәрселерге бейімделіп алып, содан кейін ары қарай содан қызығушылығы болса, сосын сол мамандықтың төңірегінде
білім алып даму керек қой деп ойлаймын. Өйткені бұрынғы біздің түсінігімізде міндетті түрде өндіріске не ауыл шаруашылығына баруың керек, қалыптасқан бір мамандықты игеріп алып, содан кейін барып ары қарай соның төңірегінде күн көруің керек. Қазір біз көріп тұрмыз ғой, мысалы креативный индустрия деген қазір керемет қаржылар әкеледі, сондай мемлекеттер бар. Но прямо немен жастардың ойлау қабілетін пайдаланып, сол арқылы технологиялар жасап, сонымен керемет табыс тауып отқан мемлекеттер бар. Ешқандай қазба байлығы жоқ, бірақ жаңағы жастардың ойлау қабілеті, жаңашылдық қабілетін пайдалану арқылы, ғылым арқылы мемлекеттің негізін жасаған, және сол мемлекеттер қазір елдің алдында. Мүмкін бізге де жастарға осындай бір бағыттар беру керек шығар. Енді ол бір жағынан баланы тәрбиелеуде ата-ана бар, содан кейін ұстаздар бар, және ортасы бар өскен. Енді осы үшеуінің ортасында бір түсінік болу керек те. Енді ата-ана да баланы желкелемей, сен міндетті түрде жоғары білім алуың керек, осыны бітіргеннен кейін ұмытыңа дұрыстап дайындал, жоғары бала аласың, сосын жаңа мамандық аласың. Сөйтіп желкелеп жүріп жаңа баланы бір неге кіргіземіз, қалыпқа. Енді еркін ойлау деген мәселеде кез келген жаңалық өзі еркін ойлау арқылы ашылады ғой. Содан кейін осындай бір қалыпқа түсіріп жүретін сияқтымыз. Содан кейін ол келгеннен кейін дұрыс қой, ұстаздар да ол өзінің мамандығын ары қарай тереңдетіп оқытады. Бұл жерде ұстаздарға ешқандай сұрақ жоқ. Сосын өскен орта. Жаңа ортада да міндетті түрде менің балам алды болсын, оның жаңа бір дипломы болсын, содан кейін міндетті түрде жақсы жерге жұмысқа тұрып кетсін. Осымен өмір бақи өмірді өткіземіз. Бала не нәрсеге ыңғайланады, не нәрсеге ынтасы бар, өзі немен айналысқысы келеді. Сол арқылы барып ары қарай мамандық таңдатсақ, мүмкін сол дұрыс болар ма екен. Енді қазір биылда менің балам 11 класс оқып жатыр. Қосымша курсқа барып оқуға дайындалып жүр, бірақ осы мәселені ойлап қоямын. Енді баламмен бір алаңдасады дейсіз ғой. Иә, қалай мүмкін міндетті түрде бірден жоғарғы оқу орындарында емес, өзінің не нәрсеге ыңғайы бар, мүмкін бір бизнес курстар оқу керек шығар. Сол арқылы мүмкін ары қарай бір кішкене ғана бизнеспен айналысып, өз ісімен, содан кейін ары қарай мүмкін бір қажетсінген кезде басқа мамандық таңдап мүмкін солай қарай кетер. Өзі айтады ғой бұрыннан, екі нәрседен шатыспау керек дейді, қателеспеу керек дейді. Жар таңдауда және мамандық таңдауда. Енді қазіргі біздің Жезқазған университетінің студенттеріне, Жезқазған қаласының жастарына қандай тілек айтар едіңіз? Немесе кеңес берер едіңіз? Енді ешкім ақылына зәру емес қой. Мен енді кеңес беретіндей де бір үлкен жетістікке жеткен адам емес. Біз негізгі бір мәселе, біздің осы жас облысымызда қазір мамандар өте тапшы. Және кез келген қай жерге барсаң да маманның жетіспеушілігі бар да. Мейлі ол энергетика саласы болсын, мейлі ауыл шаруашылығы саласы болсын, мейлі өндіріс саласы болсын, мейлі мынау басқарудағы әкімшіліктегі кез келген салалар болсын, қайсысына барсаң да жақсы маман тапшы. Жақсы маман зәру. Ал жақсы маман деген ол білім арқылы келеді да. Білім арқылы және еңбектену арқылы. Сонда қазіргі жастарға уақытты босқа өткізбей, жас уақыттағы осы өзінің ынтасы бар бір ғылыммен, біліммен айналысып, сосын оны міндетті түрде осы өзіміздің елдің өркендеуіне, ғылым жолына түсуіміз керек. Соған қарай жұмсаса екен деп ойлаймын. Енді бірлік болсын, бейбітшілік болсын, елге деген сүйіспеншілік болсын, кез келген істі жасаған кезде махаббатсыз істің бәрі бос деп абай айтады ғой, махаббатсыз дүние бос дейді. Ол мәселе адамдардың мысалы еркек пен әйелдің арасында махаббат қана емес, іске деген махаббат, елге деген махаббат, өзінің мамандығына деген махаббат. Сол әр нәрсені осылай тереңдете түсініп, осылай оқып, өз оқуларын, өйткені уақыт артқа қарай оралмайды, уақытын ұтымды пайдаланып, білімді жақсы деңгейде, жақсы дәрежеде алу керек, сонда жақсы маман болады. Және ол маман алған білімдерін осы елдің дамуына жұмсаса екен деген тілек айтқым келеді. Рахмет, Ербол Жалғасбайұлы, біздің осы шағын сұхбатымызға келген үшін рахмет білдіргім келеді. Өзіңіздің жұмысыңызға және өміріңізге мұқаймас қайрат, сымбат жігер тілеймін. Болашақта сізден үлкен жетістіктер, бұдан да асқан жетістіктерді күтеміз. Өйткені сізде біздің Жезқазған университетінің алғашқы выпусктың подкастын қонағы болғаннан кейін сізге деген ерекше ілтипатымыз бар. Рахмет. Көп рахмет сізге. Рахмет, сіздерге де сәттілік. Осы Жезқазған өңірінің бірден бір жоғарғы оқу орны Жезқазған университеті де жаңа табыстар тілейміз. Жаңа жылда жалпы түлектері көп болсын, еліміздің дамуына қосар үлесі көп болсын. Рахмет сіздерге. Рахмет.